Жиди, ұзақ болды ғой келе жатқанымызға. Болды, артқа қайтайықшы. Ержан мен Айдан жалғыз қалдырып кеттік қой. Ой, не болады дейсің, родной, уайымдамасай. Жиги, мынаны қараңдар. Не ол? Мынау қан ба не? Қатып қалыпты ғой мынау. Басқа туристер прикол ұстап шағып кеткен шығар. Жеги, сендер байқадыңдар ма? Мына орманның іші тым-тырыс қой. Не құстың дауысы жоқ, не жануар жоқ. Артқа қайтайық болды, Жеги. Иә, қайтайық болды. Жануарлар адам бар жерде жүрмейді ғой, родной. Ай, жарайды. Онда неге ертерек айтпайсыңдар? Лучше бармайтын едік қой. Алина, қайдасың? А чё Алина мен Ержан қайда? Алина, Ержан. Не болды сонша? Может, машина жаққа кеткен шығар? Алина. Мыналар тамақ жасап қойған ба не? Алина. Қарным ашық тұр еді как раз. Ана жақта тып-тыныш қой. Жеги, жесеңдерші, еті дәмді болды. Ей, Жиги, мында келіңдер. Не болды? Мында келіңдер. Мынау не қаны? Мынау Алинаның телефоны ғой. Мынау. Не мынау? Шаш қой мынау дейтін. Мынау Алинаның шашы ғой. Тфу. Ту. Мынау адамның еті болды ма сонда? Мынау не, Алинаның еті ма не? Жоқ, Алина. Тимурға бару керек бізге, Тимур. Мына жақта, машина жақта. Алина. Кім жүр мұнда? Алина. Ей, күлкілі емес, кімсің сен? Кім жүр мына жерде? Кім бұл? Тимур, қайдасың? Тимур! Ей, машиналар қайда? Ей, біздің машиналарымыз қайда? Машинаны осында қойыңдар Ей, ма не? осында қалдырдық қой біз машинаның бәрін. Кім жүр мұнда? Тимур, сен ба? Мен ашамын есікті, сен мына жақта тұр. Ержан, сен мұнда не істеп отырсың? Тиіспеңдер маған, кеспеңдер, Ей, Ержан, не болды сендерге? Ержан, бұл мен ғой Арман, не болды саған? Ол Алинаны өлтірді, Тимурды да өлтірді. Біз бәріміз өлеміз. Мен айттым ой сендерге, айттым бәріңе. Кім өлтірді? Кім істеді бұны? Мен білмеймін. Ол өте қорқынышты ол. Ержан, точно шоғалып қалған, тез Даниярға барайық болды. Оны жалғыз қалдырып кеттік қой. Жеги, Тимур қайда? Ержанды тауыпсыңдар ғой. Өзімді жаман сезініп тұрмын әлі. Әлін сеген алар емеспін мен. Ержан шок алып қалды, Данияр. Біз мына жерден кету керекпіз. Тимур жоқ, Алина жоқ. Жоқ, Тимур, Алина. Машиналарды да алып кетіпті. Жоқ, машина емес, тек машина емес. Жеги, естідіңдер ма сендерде? Келді ол. Бәріміз өлеміз. Тыныш, Ержан, сөйлеме. Мынау суға қатып алды ғой. Қашыңдар, Жеги. Орманға қарай. Тынышталып қалған секілді, олар артта қалған сияқты ғой. Құтылдық па өзі? Енді қайда барамыз? Олар орманды жатқа білетін шығар. Бізде басқа амал жоқ, не телефонда шыдамайды. Тыныш, мында біреу жүр. Қашамыз ба? Тыныш. Олар кенді. Сет төсіріңдер, өшір алдағына. Бармен, сен не істеп жүрсің мұнда? Сен қайдан жүрсің? Сендер секілді мен де қашып жүрмін. Сен біз екенімізді қайдан білдің? Дауыстарынан естідім ғой. Сен кімдер екенін білесің бе олардың? Тыныс, сұрақтарыңды жолда қоясыңдар. Азыр бізге қауіпсіз жер табу керек. Сен білесің бе жолды? Мына жақын жерде кіші үй бар деп естігенмін. Қайсы? Адам жоғалған үй ме? Ол жаққа не үшін? Олар орманды жатқа білетін шығар енді. Ол жақта хотя бы кім келе жатқанын көре аламыз, жүріңдер. Сен бұл жақта қашаннан бері жұмыс жасайсың? Мен де бүгін келгенмін жаңадан. Осы жаққа адамдар демалуға келеді екен, ішетін, жейтін дүниелер жоқ деп естіген соң, енді ақша керек қой, сол үшін келдім. Сен мыналардың кім екенін білесің бе? Білмеймін, бірақ естуім бойынша бұлар да адамдар. Бірақ адам кейпін жоғалтқан жабай адамдар.
ашаршылық кезінде бір-бірін жеп каннибализмге ұшыраған. Бірақ солай естігенмін. Мен сенбегенмін, бүгін көзім жетіп отыр. Мен де солай естідім, бірақ сенбегенмін. Біз келдік, міне осы үйге тығыла тұрайық. Тыныш, ақырын кіріңдер. Маған мына жер ұнап тұрған жоқ. Маған да. Үй, сен неге кірмей тұрсың? Кешіріңдер жігіттер. Мынау бізді алдап кетті ғой, аш есікті дедім мен саған, ей! Аш дедім. Жоқ, мынау бізді қамап берді ғой. Жоқ, аш дедім, мынау бізді ұстап берді ғой. Ей, аш дедім. Біз өлеміз. Біз өлеміз. Біз өлдік. Енді қайттық. Енді қайда қашамыз? Жоқ, олар келді.